Саламатсыздар ма, құрметті білім алушы студенттер. Мен Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық техникалық колледжінің биология пәнінің оқытушысы Нұрметова Дилбар Авасхановна боламын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз селекция ғылымы, пән биология. Мамандық мектепке дейінгі тәрбиелеу және білім беру. Селекция жануарлардың асыл тұқымын, өсімдіктердің сорттарын, микроорганизмдердің штаммаларын шығарудың, жаңартудың әдістерін және биологиялық негізін зерттейтін ғылым. Селекция ғылымының теориялық негізі генетика. Селекция сұрыптау деген мағынаны білдіреді. Селекцияның теориялық негізін қалаған орыс ғалымы Николай Иванович Вавилов. Селекция үшін қажетті бастапқы материалды білмей, олардың шығу тегі мен эволюциясын зерттемей тұрып, жануарлардың, өсімдіктердің қазіргі сорттарын, тұқымын жаңарту, жақсарту мүмкін емес. Жануарлардың, өсімдіктердің және микроорганизмдердің тұқымдық, сорттық, түрлік және туыстық ерекшеліктерін зерттеуді көрсетті. Тұқым қуалайтын өзгергіштік белгілер мен қасиеттердің дамуына сыртқы орта факторларының әсер ететіндігін анықтады. Организмдердің пайдалы белгілері мен қасиеттерінің тұрақтандырылуына жағдай жасайтын қолдан сұрыпталу жүйесін жасады. Сұрыпталу міндеттері өнімдердің, іріктемелердің және қол тұқымдардың сапасын жақсарту. Іріктемелер түсімділігі мен қол тұқымдар өнімділігін арттыру. Ауруға қарсы тұрақтылықты арттыру. Іріктемелер мен қол тұқымдардың экологиялық сапасын жақсарту. Механикаландырылған және өнеркәсіптік бағытта өсіріп дамытуға жарамды іріктемелер мен қол тұқымдар шығару. Мәдени өсімдіктердің шығу орталығын анықтаған Николай Иванович Вавилов. 7 орталыққа бөлінеді. Әрбір орталық белгілі бір мәдени өсімдіктердің шыққан отаны болып есептеледі. Селекция әдістері будандастыру, сұрыптау, мутациялық селекция болып 3 түрге бөлінеді. Будандастыру, сұрыптау 2 түрге бөлінеді. Табиғи сұрыптау және қолдан сұрыптау. Қолдан сұрыптау 2 мақсаты бар. Мақсатсыз, яғни санасыз, мақсатты, саналы болып. Мақсатсыз жабайы жануарларды қолға үйрету, жабайы өсімдіктерді сұрыптау. Мақсатты 2-ге бөлінді, жаппай және жеке. Жаппай дегеніміз белгілі мақсат қойып алдына жаңа түрді шығару. Жеке бір дарадан көп ұрпақ алу. Будандастыру өсімдіктердің сорттары, жануарлардың жаңа сорттарын шығару. Будандастыру 2 түрге бөлінді. Туыстас емес, аутбридинг. Туыстық будандастыру, инбридинг. Туыстас емес, аутбридинг түр ішіндегі будандастыру және әріден будандастыру болып келеді. Туыстық будандастыру ұрпақта бағалы белгілер беки жеді, сорт тармақтар алу үшін қолданылады. Гетерозис ата-анасымен салыстырғанда буданның тіршілік қабілеті артып, мол өсім береді. Жыныстық гетерозис жыныс организмдерінің жақсы дамуына байланысты тұқым мен жемістің өнімі артады. Денелік гетерозис вегетативті органдардың іріленуі. Бейімделгіш гетерозис будан өсімдіктердің
ортаға бейімделіп, тіршілік қабілетінің артуы. Әріден будандастыру дегеніміз әр түрге және туысқа жататын организмдердің будандасуы. Мақсаты бір түрге жататын дараларды будандастыруда беріле алмайтын белгілер мен қасиеттердің тұқым қуалауын зерттеу. Мысалы, қара бидай мен бидайды бидайықпен будандастыра отырып, олардан қандай өнімнің пайда болатынын зерттеген. Мутациялық селекция екі түрге бөлінеді. Табиғи мутациялар, қолдан тудырған мутация. Табиғи мутациялар гендік, хромосомалық, соматикалық, генеративтік болып төрт түрге бөлінеді. Қолдан тудырған мутация микроорганизмдер селекциясы. Мукор, ашытқы саңырауқұлақтары, азотобактериялардың түрлері. Мутация тудыратын факторлар мутагендер. Мутация бөлу процесін мутагенез дейді. Полиплоидия жасушаның хромосомалар санының өзгеруінен туындайтын геномды мутацияларға жатады. Автополиплоидия бір түрге жататын организмдердің хромосома санының еселеніп артуы. Аллополиплоидия әр түрге жататын организмдердің хромосомалар жиынтығының бірігуі нәтижесінде пайда болады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сіздерге пысықтаушы сұрақтар берем. Селекция деген не? Полиплоидия дегеніміз не? Әріден будандастыру деген не? Жасанды мутагенез деген не? Осы сұрақтарға сіздер жауап жазасыздар. Ал енді үйге тапсырма сіздерге Қазақстандағы селекция жетістіктерін атаңыздар. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау, сәлеметте болыңыздар.